Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Оңтүстік телеарнасында сот және қоғам бағдарламасы. Бүгінгі тақырып Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісінің жұмысы туралы. Хабардың жүргізушісі Қабыл Дүйсенбей. Ендеше студияға келген қонақтармен таныс болыңыздар. Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісі басшысының орынбасары Қасым Қазболатұлы Исламов. Және Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының кеңсе меңгерушісі Ерлан Маратұлы Есенбаев. Қош келдіңіздер. Сот және қоғам бағдарламасының бүгінгі тақырыбы Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісінің жұмысы туралы деп айтып өттік. Жалпы сот дегенде адамдардың көз алдына судья елестейді. Өйткені судья үкім оқиды, шешім шығарады. Ал сол сотта мамандарға істеп жатқанды кейбіреулер біле бермейді. Ендеше алғашқы сұрақты Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісі басшысының орынбасары Қасым Қазболатұлына қояйын. Жалпы сот пен соттар әкімшісінің айырмашылығы неде? Ең басты айырмашылық сот ол сот төрелігін жүзеге асырады, яғни үкімдер, шешімдер шығарады. Ал соттар әкімшісі болса, сол сот төрелігін жүзеге асырудағы ұйымдық, материалдық, техникалық жағдайды қамтамасыз етеді. Толығырақ тоқталсам, біріншіден сот билігі ол Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады. Азаматтардың, ұйымдардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғауға, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңының және өзге де нормативтік құқықтық актілердің орындалуын қамтамасыз етеді. Бұны енді бәрі біледі деп ойлаймын. Қабыл Тұрарұлы дұрыс айтасыз, соттар әкімшісінің жұмысын енді бірі білсе, бірі біле бермейді. Енді толығырақ тоқталсам, осы ретте түсіндіріп өтетін болсам, соттар әкімшісі жергілікті және басқа да соттардың қызметін ұйымдық, материалдық қамтамасыз етеді және ұйымдастырады жұмысын. Ол өз кезегінде Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының жанындағы соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті бар, яғни жоғарғы соттың аппараты. Сол аппараттың аумақтық органы болып табылады, соған есеп береді және осы мекеме республикалық бюджеттен қаржыландырылады. Соттар әкімшісін жұрт біле бермегеннен кейін біз осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында бүгін сот және қоғам бағдарламасына өздеріңізді шақырып, осы жөнінде әңгіме өрбітетін боламыз. Ал ендеше соттар әкімшісі қандай жұмыстармен айналысады? Қасым Қазболатұлы, осыған тоқталып өтсеңіз. Енді Қабыл Тұрарұлы жоғарыда айтып өттім ғой, негізгі функциясын енді толығырақ тоқталсам, оның ішінде материалдық техникалық қамтамасыз етуден бөлек соттар әкімшісі судьялар мен сот төрелігін жүзеге асыру жөнінде қызметті ұйымдастырады және заңнамада белгіленген тәртіп шеңберінде кадрлық қамтамасыз етеді, бухгалтерлік есепті жүргізеді, сот статистикасын жүргізеді және де судьялар мен сот қызметкерлерінің жүктемелерінің нормативтерін әзірлейді және басқа мемлекеттік органдар және басқа ұйымдармен сотты қамтамасыз ету бойынша бірлескен іс-қимыл әрекет жасайды және жергілікті соттардың бұқаралық ақпарат құралдарымен бірлесе іс-қимыл әрекетін жасайды. Одан бөлек мемлекеттік құпия дейміз, ақпараттық қорғауды қамтамасыз етеді және жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қараумен айналысады. Сонымен қатар сот қызметкерлері бар, судьялар бар, солардың біліктілігін арттыру бойынша жұмыстарды ұйымдастырады. Міне осы жоғарыда айтып өткеннің барлығы осы соттар әкімшісінің негізгі функцияларына кіреді. Жалпы атқаратын жұмысы ауқымды екен. Мәдениет саласында мынандай сөздер бар. Сахна сыртындағы кейіпкер көрінбейді деген сияқты. Сол айтпақшы, соттың көптеген жұмыстары сіздердің бойындарыңызда екен. Енді осыны толықтыра кетсеңіз, жалпы Шымкент қалалық сотының құрылымы қандай? Қанша бөлім бар дегендей, осыны айтып өтсеңіз. Соттар әкімшісінің кеңсесінен бөлек Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісінде 7 бөлім бар. Енді толығырақ айтып өтсем, ол персоналды басқару бөлімі, яғни кадр қызметі, бухгалтерлік есеп, қаржы бөлімі, материалдық техникалық қамтамасыз ету бөлім, ақпараттық технологиялар және ресурстарды қорғау бөлімі, ішкі қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлық бөлімі, талдау және жоспарлау бөлімі кіреді және ақпарат қамтамасыз ету бөлімі бар. Осы бөлімдер Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісінің құрылымдық бөлімдеріне кіреді. Осы бөлімдердің тек талдау және жоспарлау бөлімінде ғана 6 штат бірлігі, қалған бөлімдердің барлығы 2-3 бірліктен құрайды, яғни бөлім басшысымен қосқанда. Айта кететін жайт, адам санының аздығына қарамастан аталған бөлімдер тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар өте ауқымды. Жақсы. Енді жалпы
енді қала бойынша соттар әкімшісін басқарып отырғаннан кейін мынау өздеріңізге белгілі жоғарғы сот төрағасының бастамасымен бұдан 3 жыл бұрын сот төрағасын 7 түйін деген бастама қолға алынған еді. Осы тірлік қалай жүзеге асырылып жатыр? 7 түйін бойынша енді айтатын болсам, бірінші көрермендерге 7 түйін бойынша түсініктеме беріп өтетін болсам, 2018 жылдың басында жоғарғы сот төрағасы Жақып Қажыманов Асановтың еліміздегі сот жүйесін одан әрі дамыту бойынша 7 басым бағытты ұсынды. Олар судьялар, адвокаттар, сот қызметкерлері, заңгер қауымдастықтарынан келіп түскен 1000-нан астам ұсыныстың негізінде даярлап, бұл жобаға сот жүйесінің 7 түйіні деген атау берілді. Сол сот жүйесінің дамытуға бағытталған жоба 7 бағытты қамтиды. Ол мінсіз судья, үлгілі сот, әділ процесс, электронды сот, коммуникациялық орта, сапалы нәтиже және сотсыз татуластыру орталығы. Түсінікті. Бүгін студиямызға Шымкент қаласының мамандандырылған аудандық экономика сотының кеңсе меңгерушісі отыр. Ерлан Маратұлы, сізге бір сұрақ. Осы сот төрағасының 7 түйін айтып өтті Қасым Қазболатұлы. Осы ретте сіздер енді нақты ауданда, енді аудандық сотқа мамандандырылған нақты болғанымен, екі жөнін тоқталып өтіңізші, қалай нақты олар жүзеге асуда жергілікті соттарда? Сұрағыңызға рахмет, Қабыл Тұрарұлы. Баршамызға белгілі жоғарғы сот төрағасы Асып Қажыманұлы Асановтың ұсынып отырған 7 түйініне сәйкес біздің сотта қазіргі үлгілі сот деген бір бағыты бар. Яғни қазіргі баршамызға белгілі республикамыздағы барлық соттар дерлік кеңсе фронт-офистарымен жабдықталған. Яғни бұл жерде келген азаматтарға, сотқа қатысушы тұлғаларға қазіргі таңда барлық жағдай жасалған. Яғни фронт кеңселеріміз мемлекеттік баждарды төлеу терминалдармен қамтамасыз етілген, одан кейін ақпараттық орталықтармен қамтамасыз етілген. Яғни ол жерде өздеріне қажетті барлық ақпараттарды осы анықтама бұрышынан арнайы мамандардан қажетті ақпараттарды алып отырады. Өздеріне қатысты жүргізіп отқан сот отырыстары жайлы барлық ақпараттарды алады. Және де қазіргі таңда фронт-офистар медиаторлар бөлмесімен, прокурорлардың бөлмесімен және де адвокаттар бөлмесімен қамтамасыз етілген. Яғни одан бөлек осы сотқа қатысушы тұлғалар үшін арнайы компьютерлермен жабдықталған. Ол дегеніміз бүгінгі таңда біздің сотқа келуші азаматтарымыздың осы сотқа ұсыну қажетті талап арыздар болсын, талап тілектер болсын, барлық жағдайлар жасалған деп айтуға болады. Ең негізгі мәселе сол келген азаматтарға қолайлы болу үшін, оларға ыңғайлы жағдай жасау үшін жасалған тірлік. Ол фронт кеңсе қашан ашылып еді? Фронт кеңсе 2020 жылы біздің ауданаралық экономикалық сотымызды 20 жылы, яғни былтыр ашылды. Сол уақыттан бері толыққанды жұмыс атқарып келеді. Бірақ алайда қазіргі таңда карантиндік іс-шараларға байланысты бұл жерде айта кетерлік тағы да бір мәселе. Қазіргі таңда осы 7 түйіннің арасында тағы біреуі смарт сот деп аталады. Яғни бұл қазіргі таңда оған енді кейінірек тоқталамыз. Осы ретте жалпы біз фронт кеңсе туралы әңгіме қозғап қалдық. Қасым Қазболатұлы, жалпы қаламызда неше сотта осы бізде фронт кеңселер ашылған, келушілерге жағдай жасалған, осыған өзің толығырақ тоқталып өтсеңіз. Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісінің теңгерімінде жалпы 6 ғимарат бар, оның бесеуінде толыққанды қазіргі таңда фронт-офистар жұмыс жасайды. Аталған фронт офистерде сотқа келушілерге толық жағдай жасалған, яғни ақпарат орталығы, күту залы, өзіне-өзіне қызмет көрсету бұрышы, және де сол сотқа келушілерге сол жерде ақпараттық көмек көрсететін кеңсе мамандары жұмыс жасайды. Және де сондай-ақ сол фронт офистардың барлығында дерлік адвокаттарға, прокурорларға, медиаторларға бөлме қарастырылған. Енді осы оңтүстік телеарнасына рахмет. Өткен жылда, биылда осы экономикалық сотқа барып, сондағы осы фронт кеңсемен көрермендерді жан-жақты таныстырып өтті. Одан өзге де басқа соттарда да бұл жұмысы жүріп жатқан бақ арқылы жұрт біліп отыр. Келгендер тікелей сол жерден өздері қолдау тауып отыр. Ендеше біз енді әңгімені басқа арнаға ауыстырайық. Енді жалпы осы қай мәселеде болмасын, өзіңіз айтып қалдық, материалдық техникалық қамтамасыз ету деп. Осы Шымкент қаласы соттарындағы, бізде 10 сот бар ғой, солардағы материалдық техникалық жағдай қалай екен? Осыған нақтырақ
айтып өтсе, осы туралы нақтырақ айтып өтсеңіз. Нақтырақ айтып өтсем, Шымкент қаласы бойынша жаңа айтып өттім ғой, 6 ғимарат бар деп. 6 ғимаратта, яғни 10 сот шоғырланған. Одан бөлек мынау Шымкент қаласында соттарында жалпы сот отырыс залы 51 сот отырыс залы бар. Оның барлығы дерлік аудио бейне құрылғымен қамтамасыз етілген толықтай. Енді мына жұртқа түсінікті болу үшін аудио бейне тіркелім дейміз, құрылым дейміз. Ол не істейді, оның қызметі қандай? Кішкене түсіндіріп өтсеңіз, көрермендер, сотқа бармайтын көрермендер бар біздің осы телеарна көріп отырған. Енді ол құрылғының басты мақсаты жаңағы сот процестерін аудио және бейне өзі аты айтып тұр ғой. Бастан аяқ түсіреді, иә? Бастан аяқ түсіреді. Сөйтіп сақтап қояды. Сөйтіп сақтап қояды, иә. Ал енді оның былайша бағасы қандай екен деген сұрақ тууы мүмкін. Ол енді толық жеткілікті ма? Бұл жөнінде не айтасыз? Енді қарапайым халыққа бір сот мәжіліс, сот отырыстарына қатысқан кісілерге бір жоғарыдан бір түсіп тұрған бір камера бір арзан бір зат болып көрінетін шығар. Дегенмен оның бағасы негізі өте қымбат, миллионның үстінде тұрады. Ол жерде тек қана камера кірмейді, ол жерде компьютер бар, жаңағы микшер дейміз, микрофон дейміз, және сервері бар. Сол сияқты құрылғыларды қосқан кезде жаңағы құрылғының бағасы әр залдағы бір құрылғының бағасы, яғни миллионнан асады. Түсінікті. Шымкент қалалық сотының құрылғанына 3 жылдай уақыт болды. Енді алғашқы кезде шын айту керек. Енді облыстық сот бөлініп, қалалық сот жаңадан құрылғаннан кейін бүкіл құрылғылар, техникалар, басқа құрал жабдықтың бәрі облыстың еншісінде болғаннан кейін олар алып кетті. Сол жоқтан бар жасаған кезін мен білем да. Сол кезде тергеу соты құрылды, оған да қаражат бөлінген жоқ, ғимарат бөлінген жоқ. Осының барлығын шештіңіздер. Енді айтайын деп тұрғаным, жақында президент жарлығымен жаңадан әкімшілік сот ашылмақшы. Осы бағытта атқарылған жұмыстарыңыз қалай? Және оған да енді қаражат бөлінді ма, ғимарат бар ма? Ол енді барлығы да соттар әкімшілігінің кептіріледі ғой, осы ұйымдастыру жағы. Осы бағытта қандай жұмыстар атқарылады? Рахмет, сұрағыңызға. Осы соттың немен айналысатынын айтпай-ақ қояйын. Енді осыған дейін де осы бағдарламада және басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында әріптестеріміз осы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оған енді тоқталмай-ақ қояйын. Енді біріншіден жұмысты ұйымдастыру мәселесіне келетін болсақ, аталған сот, яғни 1 шілдеден бастап ашылатын жаңа сот, ол Шымкент қаласы мамандандырылған соттар орналасқан әкімшілік ғимараттың 4-ші қабатында орналасатын. Ғимарат бар. Ғимарат бар, яғни орын бар. Яғни қазіргі таңда ол жерде толық жөндеу жұмыстары жүргізілген. Енді бұл жерде келесі мәселе туындайды. Мынау судьялар бар, сот қызметкерлері бар, оған жиһазбен, жаңағы компьютер құрылғыларымен қамтамасыз ету бойынша қазіргі таңда және қосымша сот отырыс залдарында аудио бейне құрылғыларымен қамтамасыз ету бойынша қазіргі таңда жергілікті билікпен және жоғары сот тарапынан қолдау көрсетіліп, қаражат қарастырылуда. Алдағы уақытта, яғни шілде айына дейін осы сот төрелігін сапалы іске асыру мақсатында аталған заттармен толық қамтамасыз ететініне мен сенемін. Бәрекелді. Бұл енді елге, жұртқа жағдайын жағдай деп ойлаймын. Өйткені әкімшілік рәсімдік процестік кодекс өте бір жаңа заң, халыққа тигізер пайдасы мол. Енді сұрақты кішкене мынау цифрландыру дейді ғой. Осы смарт сот деп айтып қалдыңыз, электрон сот. Ендеше осы Ерлан Маратұлы осы туралы айтып өтсеңіз, жалпы электрон сот қалай жұмыс істеуде, осы бағытта сіздің сотыңызда қандай жұмыстар атқарылды, осыны айтып өтіңіз. Рахмет сұрағыңызға. Қазіргі таңда сот жүйесі толыққанды электронды форматқа көшті деп айтуға толық кепіл бере аламын. Себебі қазіргі таңда сот кабинеті жұмыс атқарып жатыр. Яғни сотқа қатысушы тұлғалар, сотқа арызданушы тұлғалар барлық арыздарын болсын, талап арыздарын болсын, сот кабинеті арқылы электронды түрде бере алады. Яғни баяғы кездегідей сот табалдырығын тоздыруға, кезектеп кеңсеге құжат өткізуге дейін барлық осындай ауыртпалықтардан босатылған. Яғни өздерінің кеңселерінде, үйлерінде немесе жұмыс орындарында отырып, қажетті талап арыздары бар, өтініш хаттары бар, сот кабинеті арқылы электронды түрде жолдай алады. Және де қазіргі таңда осы смарт сот деген, яғни 7 бағыттың бірі халық үшін өте тиімді болып саналады. Себебі олар қазір сотқа жүгінгеннен бастап сот отырысы аяқталғанға дейін, яғни сот шешімі шыққанға дейін барлық сатысын олар электронды түрде сот кабинеті арқылы бақылап отырады. Және де сот қарау барысында барлық қабылданған ұйғарымдар болсын,
басқа да сот актілері болсын, тікелей өздерінің сот кабинеттеріне түсіп отырады. Яғни сот ұйғарымы немесе шешімі қабылданып, сот төрелігіне салынған мезетте бірден өздеріне жеткізіліп отырады. Яғни бұл өте тиімді, өте ыңғайлы болып саналады. Осы жаңа технология, осы цифрландыру, электронды сот төрелігі, осының барлығы бұдан бірнеше жыл бұрын басталған кезде, ол кезде облыстық сот едік, сонда жұртқа түсіндірген кезде жұрт жалығып кеткен. Журналистерде біз қайта келеміз, осы бір нәрсені айта бересіңдер деп. Бірақ осының пайдасы кешегі өткен жылғы карантин кезінде тиді ау деймін да, Қасым Қазылотұлы. Қалалық сот қиналмай осы жағынан өте алды ма, сол кезде электронды соттың көмегі тиді ма, осыны тарқатып айтсаңыз. Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден ең басына айтып өтейін, осы пандемияның уақытында сот қызметкерлерінің денсаулығын сақтау мақсатында біз соттар әкімшісі тарапынан сот қызметкерлері бар судьяларға жүйелі түрде жаңағы антисептик дейміз, маска дейміз және басқа жүйелі түрде сатып алым таратылып отырды. Ал енді мынау 2020 жылы бәріміз білеміз, елімізде төтенше жағдай жарияланды. Осыған байланысты әлемнің біраз шетелдерде, оның ішінде Америка құрама штаттарында сот процестер 7-8 айға дейін кейін шегеріліп, соттар толықтай жабылған болатын. Ал бұл жағдайда республикамызда онлайн соттар жабылмақ түгілі, онлайн соттар шетелдің басқа сотқа қатысушыларына да ашық болды. Яғни мүмкіндік туғызды. Шымкент қаласының өзінде әлемнің 6 елінен сот процесіне қатысалды. Атап өтсем, көршілес Ресей, Өзбекстан, Әзербайжан бар, Грузия, жаңағы Корея және Біріккен Араб Әмірліктерінен қатысуға мүмкіндік туды. Енді пандемияның уақытында, жаңадан пандемияға дейін Шымкент қаласы бойынша соттарда онлайн процестерді өткізу үшін бұрын бар болған екі сервер болған. Пандемия сол екі сервердің қуаты бір мезетте тек қана 2-3 қана онлайн процесті өткізуге күші жететін болған. Пандемия басталған соң тез арада сол серверлердің қуаттылығы 10 есеге арттырылды. Осы ретте сот жүйесін цифрландыру өз тиімділігін көрсетті және бұл бағытта да жұмыс жалғасуда. Айталық цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша өздеріңіз білесіздер, сот залдарында аудио-бейне құрылғылар орнатылған болатын. Осы бойынша да жоғары сот тарапынан интернет арқылы онлайн процестер жүргізу үшін Skype бағдарламасына жоғары сот тарапынан рұқсат ашылды. Және осыған орай күн сайын барлық соттарда онлайн процестер 240-қа жуық онлайн процестер қаралып отырды. Төтенше жағдайға байланысты сотқа қатысушы тараптармен бейнеконференц байланыс құрылғысымен, яғни Труком, Skype, WhatsApp желілерімен желісі арқылы 2020 жылы 27 мыңнан астам іс қаралған екен. Бәрекелді. Ал енді салыстырмалы түрде айтсам, 2019 жыл бұл көрсеткіш тек қана 4 мыңнан сәл ғана асқан. 7 есе өскен екен ғой. Қоғам бір орында тұрмайды, ылғи дамып, жетіліп отырады. Сот та сол қоғаммен бірге ылғи даму үстінде. Менің есімде 2017 жылы Өзбекстан Республикасының жоғары сотының төрағасы келген Шымкентке. Онда облыстық сот едік. Сонда ол кісі қалалық соттағы осы жаңа технологиялармен танысып, бас шайқап, біз Өзбекстан әлдеқайда артта қалып кетпіз деген. Одан кейін телеарнаны қарап отырсам, осыдан 2 жыл бұрын Белоруссияның сот төрағасы Алматыға келіп, Алматыда осы технологиялар көріп, ол да бір таңғалған есімде. Ал енді осыдан 3 жыл бұрын жоғары сотта ситуациялық, яғни ахуалдық орталық ашылды. Оны кезінде елбасымыз көрді. Одан кейін осы биыл президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та көріп, таңғалыс білдірген. Ендеше соттың жұмысы осылай өзінің жалғасын тауып, әйтеуір заман үрдісінен қалмай, алға қарай қадам баса бергенін қалаймыз. Енді тағы да бір сұрақ, ол енді мынау жалпы осы соттың қоғаммен араласуы. Оның ішінде бақ құралдармен байланысы. Өйткені біз ашықтық, қолжетімділік деген мәселені ылғи айтамыз. Осы енді ашықтық қалай болып жатыр, қолжетімділік қалай болып жатыр? Мысалға ауданнан бастайықшы. Осы экономикалық сотта сіздер мынау халықтан мемлекет басшысы талап қойған өткен жылдары. Халықпен кері байланыс болсын деген. Енді ол әлеуметтік жер арқылы, басқа да түрлі байланыстар көп қой. Бақ бойынша жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, 7 түйіннің біреуі коммуникациялық стратегия деп. Оның үстіне былтыр біз жоғары соттың коммуникация жылы деп жариялауына байланысты көп жұмыстар атқардық. Ауданда қандай жұмыстар атқарылды? Ауданда бұл бағыт бойынша көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Қазіргі таңда
осы біраз заңнамалық актілерге қатысты түсіндірме материалдары бақ құралдарында жарияланып жатыр, арнайы мақалалар жарияланып жатыр. Және де одан бөлек қазіргі таңда біздің өзіміздің экономикалық сотымызда барлық дерлік судьяларымыз Facebook парақшасында Қазір енді біз соттар әкімшісі дедік. Судьялар олар бөлек, олар сотқа қарайды. Ал енді соттар әкімшісіне кеңсенің қызметкері, сіз соны басқарып отырсыз. Сіз сол кеңсе қызметкері мамандар туралы айтсаңыз. Мамандар туралы айтатын болсам, бізде жалпы 20 маманымыз бар. 20 маманымыздың 17-сінде бүгінгі таңда Facebook парақшасы ашылған. Және де арнайы өзіміздің сотымыздың Facebook парақшасында, Facebook'та өзіміздің парақшамыз бар. Яғни кеңсенің және өзімнің жеке парақшам бар. Яғни бүкіл біздегі қатысты орын алып жатқан жайттер болсын, өзгерістер болсын, осы Facebook желісінде біз жүйелі түрде жариялап отырамыз. Былтыр бір енді жылды қорытындылаған кезде біз көрсеткіштерді салыстырып қарадым. Қаладағы кеңселер 276 пост жариялаған екен. Соның қатарында экономикалық сотта бар. Айтайын дегенім, ол өте жақсы. 20 маманның 17-сі. Яғни сіздер сұрақ қойылады, сіздерге қатшы бар, ол жерде маман бар, әсіресе кеңсе меңгерушісіне. Сондықтан да былтыр бірінші сұрақтар болды. Енді кеңсеге қатысты. Мен сотта айтып отырған жоқпын. Соған дер кезінде жауап беріп, мысалға жаңа талап арызды қабылдамай жатыр, әйтпесе біздің шешіміміз шықпай жатыр, неге түспей жатыр, неге біз оны көрмей жатырмыз дегендей болды. Оның бәріне жауап беріп отырғанымызды білеміз. Енді осы жұмыс әрине коммуникация жылы аяқталды, бірақ бұл жұмыс енді саябырсыз қалмайды деген ойдамын. Тағы да сіздерге мынау хабардың соңына қарай өзімнің қоятын бір екі сұрағым бар екеуіңізге. Біріншіден, соттың алдағы жұмысы қалай жоспарлап, енді соның ішінде соттар әкімшісі. Жалпы осы соттың абыройы, соттың беделі, көпшілігі осы соттар әкімшісіне байланысты екен ғой. Осы бағытта қандай жұмыстар атқарып жүрсіздер және қандай жетістіктерге жетеміз деп ойлайсыз? Осыған жауап берсеңіздер. Айта аласыз ба? Ерлан, Маратұлы. Біздің сіз болашақ бағдарламасын бітіргенсіз, болашаққа алыстан қарайсыз, болжай аласыз. Бұның барлығын жаңа біздің қаладағы басшылар біледі. Сонда сіз жас болашағы бар деп қойып отырмын осы сұрақта. Енді біз ауданаралық мамандандырылған сот, яғни соттар әкімшісіне бағынатын болғандықтан, біздің басты мақсатымыз әркім өзінің қызметін тиянақты әрі сапалы орындау. Яғни осы сот кеңсе қызметкерлері әрқайсымыз өзіміздің мемлекет қызметкері екенімізді түсінуіміз керек. Яғни біздің әрбір сапалы, әрбір нақты жұмысымыздан осы халықтың сотқа деген сенім арттыруға, олардың сот төрелігіне деген қолжетімділігін арттыруға біз өз үлесімізді қосып отырамыз. Сол себептен біз бағана өзіңіз айтып өткендей, мынау барлық арыз шағымдар, интернет желісінен жарияланатын арыз шағымдар бойынша біз қазіргі таңда осы лезде жауап беруге тырысамыз. Яғни қандай да арыз болсын, шағым болмасын, оның мәселесін өте жылдам уақытта шешуге және де жақсы, яғни сол азаматтардың мұң-мұқтажын дер кезінде шешіп отырамыз дейсіз ғой. Кішкене тоқталып өтетін болсақ, өткен жылы осы біздің соттар әкімшісі, соттар әкімшісінің басшысының бастамасымен өздеріңіз білесіздер, мәртебеде үлкен жиын өтті. Абайдың 170 жылына арнап арнайы бір абай оқуларын өткіздік. Соның барлығына мамандар белсене қатысты. Соның барлығына сіздер енді ұйытқы болып отырсыздар, түрткі болып отырсыздар. Ендігі осы хабардың соңына таман өздеріңізге қоятын жеке сұрақтарым бар, екеуіңізге де қатысты. Бірінші сұрақ, хоббиіңіз қандай сіздің? Қасым Қазболатұлы, хоббиіңіз бар ма? Енді хоббиім бала күннен негізі футболға қызығатын, әлде қызығам. Жалпы мынау жұмыс көп, өзіңіз де білесіз, бірақ жұмыстан тыс уақытта әйтеуір уақыт тауып достарымызбен бірігіп футбол ойнап тұратын жайымыз бар. Жоқ, достарыңызбен жақсы. Ал біздің соттаршы, судьяларымыз бар. Енді ол жерде біргеміз ғой, жаңа мамандар бар. Олармен бірге ойнайсыздар ма? Иә, әрине ойнаймыз олармен. Ал сіздің хоббиіңіз қандай? Қабыл Тұрарұлы, менің де әрине мынау ер жігіт болғаннан кейін хоббиім өзіме спорт болып табылады. Және де осы соңғы кездері баршамызға белгілі соттар әкімшісі басшысының кітап алмасу үрдісін қолға алғаны өзіңізге мәлім. Сол уақыттан бастап кітап оқуды қызыға бастадым. Және онымен қоса біздің қазір өзіміздің сотымызда кітап алмасу бұрышы ашылған. Яғни барша қызметкерлеріміз өздеріне қажетті, қызықты деп тапқан кітаптарын алып оқи алады. Осы соңғы кездері кітап оқу хоббиім болып қалды. Оған мен де қатысам. Сіздің бірнеше мамандарыңыз белсене қатысып, ол жұмыстан бос уақытта, жұмыс кезінде емес, сенбі күндері, тіпті кітапханаға шейін барып,
осындай іс-шараға қатысқанымыз бар. Оның арасында экономикалық соттың мамандары болды. Соңғы сұрағым, ол енді мынау қазақта мақал бар, армансыз адам болмайды, қанатсыз құс болмайды дегендей. Енді армандарыңыз туралы, арман мақсатыңыз қандай? Осы туралы айтып өтсеңіз, сонымен хабарымызды аяқтаймыз. Рахмет сұрағыңызға. Менің енді басты арманым осы мемлекеттік қызметте болғаннан кейін, мейлі сот саласы болсын, мейлі басқа саласы болсын, адал қызмет ету. Және де қазіргі таңда сот саласында жұмыс атқарып жатқандықтан, мен өзім болашақта өзімді судья ретінде көремін. Сол себепті болашақ арманым осы судья болып табылады. Бәрекелді, сол арман мақсаттың биігінен көре берейік. Ерлан Маратұлы, ал Қасым Қазболат жоғары сотта қызмет істедіңіз жас болсаңыз да. Ол жақтан облысқа келдіңіз. Енді өзіңіз жас болсаңыз да соттар әкімшісі басшысының орынбасарысыз. Бұл үлкен лауазым. Ал сіздің болашақтағы арман мақсатыңыз қандай? Енді генерал болуды армандамайтын солдат жоқ шығар. Енді әрине біз солдат емеспіз, бірақ қайда болсақ та елге адал қызмет ету басты мақсатымыз. Ал құрметті көрермен, бүгін сіздермен болған Қабыл Дүйсенбей және Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісі басшысының орынбасары Қасым Қазболат Исламов, Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының кеңсе меңгерушісі Ерлан Маратұлы Есенбаев, бүгін біз Шымкент қаласының соттары туралы, оның жұмысы туралы әңгіме еттік. Әрине, жалпы сот дегенде жұрттың білетіні судья, ал бірақ та соның ішінде, яғни сахнаның сыртында, оның арт жағында қаншама жұмыстар атқарып, соттың бүкіл ұйымдық мәселелерін шешіп, оларға жан-жақты жағдай жасап, материалдық техникалық болсын, өзге де ұйымдық, мысалға, осыдан менің қорытындылы айтатыным, жалпы сот пен соттар әкімшісі егіз ұғым деп айтуға болады. Олар бірінсіз бірі енді күн көре алмайды десек те артық емес. Ендеше осы соттың абыройы арта берсін, сот пен соттар әкімшісі жұмысын жалғастырып, биіктерден көрініп, азаматтардың құқықтарын қорғау бағытындағы жұмыстары жүйелі болып, еліміз биіктерден көріне берсін. Соған бәріміз де еңбек ете білейік.